Ашыған айранды тастауға асықпаймыз. Балаларымыздың сүйіп жейтін, өте дәмді болып шығатын аладейін әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне айранды құямыз. Ас содасын саламыз, тұзымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді ұнымызды осылай електен өткізіп, барлығын бірден емес, екі бөлікке бөліп саламыз. Енді қалған екінші бөлігін міндетті түрде електен өткізіп салып, жақсылап араластырып аламыз. Құрамына ешқандай сұйық май қосылмайды. Осындай бізде қою масса болуы қажет. Енді осы қою массаны кондитерлік мешокқа салып дайындап аламыз. Майымызды табамызға құйып, алдын ала қыздырып, осылай формаларды жасап аламыз. Кондитерлік мешок болмаса, қасықпен салсаңыздар да болады. Орташа отта осылай екі беті қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Біздің өте дәмді оладушкилар